Құрметті ұстаздар және оқушылар, құқықтық навигатор құқықтық апталық барысында өткізіліп отырған Кида сабақтары атты сайысымызға қош келдіңіздер. Ал енді сайысқа қатысушыларды таныстырайық. Осы сайысқа қатысушы командалармен таныс болыңыздар. Бірінші команда әділдік, екінші команда ақиқат және үшінші команда құқық топтары. Сайысқа қатысушы топтар сайыстың ережесімен таныс болыңыздар. Кида сабақтары атты интеллектуалдық сайыс 6 кезеңнен тұрады. Бірінші кезең таныстыру деп аталады. Бұл кезеңде әр топ өзін жан-жақты таныстыру қажет. Екінші кезең үй тапсырмасы деп аталады. Бұл кезеңде әр топ мен білетін заңдар атты эссе жазып алып келу қажет болады. Үшінші кезең ойлан тап кезеңі. Әр сұрақ бойынша жасырын сөздерді табу. Төртінші кезеңіміз тәрбиесі деп аталады. Бұл кезеңде қылмыстық құқық пәні бойынша берілген тапсырмаларды шешуде әр топ заңды, дұрыс, дәйекті қолдануы тексеріледі. Бесінші кезеңіміз кім жылдам, кім ұшқыр деп аталады. Бұл кезеңде сайысқа қатысушылардың экологиялық, қылмыстық, конституциялық, әкімшілік бойынша білім жетістіктері. Әрбір кезең 5 балдық жүйе бойынша бағаланады. Енді осы сайысты бағалап, әділ шешім шығаратын әділқазылар алқасымен таныстырайық. Әділқазылар мүшелері М17 тобының студенттері Сейітбаттал Гүлзат және Орал Диана. Енді әділқазылармен таныстық. Сайыс тәртібі барлықтарыңызға түсінікті болса, сайысымызды бастаймыз. Сайысқа қатысушылар, сіздерге сәттілік. Әділқазылар соның ақиқат тобы. Біздің топтың аты ақиқат. Топ құраны талабы бар жастарды ақиқат шыңдайды. Келесі бұл үшінші топқа арналған сұрақтар. Сұрақтарға тез ұшқыр жауап берсеңіздер. Ең бірінші сұрақ бұл жылжымалы үлгіге нелер жатады? Үшінші топ. Жылжымалыларға, яғни ғарыш кемелері және әуе кемелері жатады. Рахмет. Келесі бұл мемлекет және құқықтың пайда болуын табыстық теориясын ұсынған ғалымдар. Олар кімдер? Карл Маркс, Фридрих Энгельс және Ленин. Өте дұрыс. Келесі сұрақ бұл қалалық заң ғылымына жататын ғылымдар. Бола ма? Конституциялық, азаматтық, қылмыстық. Рахмет. Өте дұрыс. Келесі бұл күштеу теориясы бойынша мемлекет құралынан басты себебі болған. Күштеу теориясы, яғни соғыс негізінде болады. Яғни бір тайпаның екінші тайпаны жаулап алуы және соған үстемдік құруы нәтижесінде.